Сәлеметсіңдер ме? Әдебиет сабағымызды бастаймыз. 3-ші сынып. Отанымды сүйемін сабақтың тақырыбы 96-ші сабақ. Сабақтың мақсаты мәтіндегі ойды көріп те жалғастырасың. Бірінші тапсырма мақал мәтелдері түсініп оқы, пікір білдір. Отанды сүю отбасынан басталады. Ата-бабамыздан қалған қасиетті сөздің мән мағынасы өте тереңде жатыр. Әрбір отбасы жеке бір отан, отбасында орнаған береке-бірлік, татулық, сыйластық отанымыздың кемелденіп өсу жолында алаңы ерекше. Елін сүйген ерлік істейді. Елін қорғау үшін ерлеріміз ерлік жасайды. Бұлбұл гүлзарын сүйеді, бұлар жігіт отанын сүйеді. Бұлбұл гүлзарын сүйеді, бұлар жігіт отанын сүйеді. Өз отанынан ыстық, сұлу дүние жоқ. Екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. 3 бақытым. Мұқағали Мақатаев. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем бойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Үшінші тапсырма түсініп оқы, өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Мұқағали Мақатаев, ақын, аудармашы. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Өмір дастан, аманат атты өлең жинақтары жарық көрген. Оның өлеңдеріне көптеген әндер жазылды. 4-ші тапсырма бақыт ұғымына 5 сөз ойластыр. Бақыт, қуаныш, бақ, құт, береке, ырыс. 5-ші тапсырма өлеңдегі ақын ойын өрбітіп көр, тағы нені бақыт деп ойлайсың? Бақыт, тіл, отан, халық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.